Ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға. Мұғалімдік мамандық – бұл адам тану, адамның күрделі және қызықты, шың шытырығы мол, рухани жан дүниесіне үңіле білу. Педагог жаңа ұрпаққа ғасырлар бойы жинақталған барлық бағалы дүниелерді беріп, жалған сенімдерді, кінәраттар мен кеселдерді бермеуге тиісті адам. Ендеше келесі кезекте өзімді таныстырып өтейін. Мен Макеева Камшат Маулетқызы Жансүгіров колледжінің педагог зерттеуші, қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің оқытушысымын. Менің ұстаздық еңбек жолым 1999 жылдан Сарқан ауданы Черкасск орта мектебінен бастау алып, сол аталған орында директордың тәрбие және оқу ісі жөніндегі орынбасары лауазымдарын 2010-2019 жылдар аралығында гуманитарлық экономикалық колледжінде оқытушы, әдіскер қызметтерін атқарып, ал 2019 жылдан Жансүгіров колледжінде оқытушы және жалпы білім беру пәндер циклдық комиссиясының жетекшісі қызметімен жалғасуда. Жақсы адам ғана жақсы басшы бола алады демекші, білікті басшы, шығармашыл тұлға, білім шаңырағының басшысы, колледж директоры Ескендеров Бақытжан Нұрсерікұлының жетекшілігімен жұмыс істейтін педагогтер өз ісінің кәсіби маманы болып шығады. Мұндай директормен қарым-қатынас бізге көп нәрсені үйретеді. Сол кісінің жетекшілігімен мен қазір осы байқаудың қатысушысы болып, өз біліктілігімді сынаудамын. Ал білім беру үрдісінде кәсіби шыңдалған Жансүгіров колледжінің ұжымымен бірлесе еңбек ету мен үшін мақтаныш. Менің өзекті мәселем қазіргі заман білімді ұрпақтың қолында. Ендеше білімді ұрпаққа жаңаша жол салу менің басты мақсатым. Білімгерлерім менің жетістігім, менің жемісім. Мен үшін олар жұлдыз. Осы орайда мен ұстаз ретінде әр студенттің бойына ұлттық идеологиялық құндылықтарды сіңіріп, жеке дара тұлға етіп, білімді жастар тәрбиелеуде талмай еңбек етіп, өзекті мәселемді шешу жолындамын. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы демекші. Қазіргі уақытта шәкірттерім облыстық, республикалық деңгейде жүлделі орындарды иеленуде. Оған қосымша колледжде болашақ дебат клубының жетекшісімін. Колледждің өзін-өзі басқару жұмыстары, волонтерлық қызметтің мүшесі болып, қайырымдылық іс-шараларға қатысып, өз үлесімді қосудамын. Мен әрдайым педагогикалық шеберлігім мен білімімді байқауларға, ғылыми тәжірибелік конференцияларға қатысу, іс тәжірибе алмасу арқылы үнемі жетілдіруді басты назарда ұстаймын. Сыни ойлай алатын, шәкірт өңіне үңіле алатын, ақпараттық, коммуникативтік дағдылары қалыптасқан, өмір бойы білім алудан жалықпайтын ұстазды заманауи ұстаз деп айтса болады. Сондықтан тәжірибеме цифрлық білім беру ресурстарын кеңінен енгізіп, тиімді пайдаланудамын. Оған дәлел қазақ әдебиеті пәнінен республикалық жаппай ашық онлайн курсына бірінші курс студенттеріне арналған бейне дәрістер жиынтығын даярлап, нәтижесінде авторлық куәлікті иелендім. Колледждің және жеке өзімнің YouTube каналымда 50-ге жуық бейне сабағым орналастырылды. Веб-ресурстарда және әлеуметтік желілерде, атап айтқанда Telegram, Instagram, Facebook'та ақпараттарды тұрақты орналастырып отырамын. Сонымен қатар колледждің бастамасымен білім бөлімі жанынан жобалық кеңсе құрылып, академиялық еркіндік негізінде білім беру бағдарламалары әзірленді. Мен ПЦК жетекшісі және пән мұғалімі ретінде оқыту нәтижесіне бағытталған білім беру бағдарламасын әзірлеуге қатыстым. Бағдарламада жалпы білім беру пәндердің оқу әдістемесін және олардың оқу процесінде қажетті нәтижеге жетуін қарастырдық. Армансыз адам қанатсыз құспен тең демекші. Армандарға мақсат қоя біліп, нәтижеге қол жеткізейік. Адам өз ісінің майталманы бола білу қажет. Осы бейнебаянды көріп отырған әр азамат пен азаматшаны жаңа қазақстандық қоғамды бірге қалауға шақырамын.